Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгін мен сіздерге шахмат туралы айтатын болам. Баланы шахматқа берудің 5 пайдасы. Шахмат ежелден бері арнайы физикалық дайындықты қажет етпейтін қызықты спорт түрінің бірі. Сондай-ақ шахмат ойыны балаға ересек өмірде міндетті түрде қажет болатын қабілеттерді қалыптастыруға көмектеседі. Шахматтың балаға 5 пайдасын ұсынамыз. Жағдайды жан-жақты көре алу. Жақсы шахматшы бірнеше қадам алға ойлап, қарсыласының қалай жүретінін біліп отырады. Емге әр түрлі бұрыштан қарай білу қабілеті баланың басқа адамдармен жылдам, ортақ тіл табысуына және оларды жақсы түсінуіне көмектеседі. Шахматта қарсыласын аса құрметтеу, өз эмоцияларын ұстай алу және абыроймен жеңілу маңызды. Бұл қасиеттердің тек ойында емес, жалпы өмірде де жоғары бағаланатынын білеміз. Жақсы есте сақтау. Шахмат ойнау үшін көптеген комбинацияларды жаттап, есте сақтау керек. Мысалы, 5 қадам бұрын тақтадағы пішіндердің қалай орналасқанын ұмытпау керек. Бұл есте сақтаудың барлық түрлерін бірақ әсіресе визуалды түрін дамытады. Бұндай қабілеттің медицина, бағдарламау немесе хореография қызығатын балаларға қажет болатыны анық. Логика. Шахматта барлығы қадамдардың нақты реттілігі мен анализге негізделген. Ойыншы тақтада не болып жатқанын бақылап қана отырмай, шешімдер қабылдап және өз стратегиясын түзеп отыруы керек. Сондықтан шахматта ешнәрсе ойланбастан және тәуекелмен жасалынбайды. Балаға логикалық ойлау түрлі өмірлік міндеттерді шешу үшін қажет. Мысалы, өз күнін жоспарлау, шешім қабылдау, дұрыс сұрақ қою және тағы басқа. Зейін қою. Атлеттер, суретшілер, музыканттар және шахматшылардың суреттеуінше, олар мәселеге зейін қойғанда уақыт баяулап, сол сәтке қатысы жоқтың барлығы жоқ болып кетеді екен. Бұл қабілет балаларға әсіресе мектеп қабырғасында аса қажет. Қандай да бір есепті шешуге немесе сұраққа жауап табуға зейіннің қою алу қабілеті баланың ұйымшыл әрі жауапты болуына көмектеседі. 5-шісі креативті ойлау. Шахматшылар қадамдары мен комбинацияларын жақсы жоспарлап қана қоймай, кенеттен өз жоспарын өзгерте де алады, ал бұл оның креативті ойлауын көрсетеді. Шахмат ойнау баланың нақты проблеманы шешуге ғана емес, жалпы өзін және қоршаған ортаны жақсырақ түсінуіне көмектеседі. Бұл спорт денсаулыққа ешқандай зиян келтірмегендіктен ерте жастан бастай берсе болады. Балалар үшін ең тиімді 3 жас деп есептеледі. Шахмат ойынын бүкіл әлем жақсы көреді. Амстердамда адамдар қонақ бөлмелерде, кітапханаларда жиналып, тақтайшаның үстінде ойнайды. Шахмат есте сақтау қабілетін жақсартады. Бір қызығы, тәжірибелі шахматшылар есте сақтаудың белгілі бір түріне байланысты жоғарғы көрсеткіштерді көрсетеді. Шахмат сіздің шығармашылық қабілетіңізді арттырады. Үндістандағы бір мектептің зерттеушілері 2 топ оқушыларының шығармашылық ойлау қабілетін сынады. Бір топ шахмат ойнауға жаттығады, ал екіншісі жоқ. Студенттерден жалпы элементтердің баламалы қолданыстарын ойлап табуды және абстрактілі формалардағы үлгілер мен мағыналарды түсіндіруді сұрады. Шахмат ойнаған оқушылар тестілеуден жоғары ұпай жинады. Зерттеушілер шахмат оқушылардың дивергентті және шығармашылық ойлау қабілеті арттырады деген қорытындыға келді. Шахматтың да зиянды жағын айта кетейік. Шахмат ойнау стрессті тудыруы мүмкін. Бәсекеге қабілетті шахматшылар матч кезінде өз өнерлеріне қатты алаңдайды. Кейбіреулер тіпті ойынды былай сипаттады: психикалық азаптау, бәсекелестік рейтингтерді немесе өнімділікке байланысты стресс тіпті сау ұйқыға кедергі келтіруі мүмкін. Зерттеушілер күрделі шахмат есептерін шығарумен айналысқан шахматшылардың жүрек соғу жиілігі өзгермелігі талдады. Достар, назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Айтпашы, сіздер шахмат ойнауды білесіз бе?